Arduino негіздері курсының кезекті сабағына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен қызықты эксперимент жасаймыз деген үміттеміз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жаңбыр датчигі болып табылады. Яғни жаңбыр тамшысының анықтайтын датчикпен жұмыс жасайтын боламыз. Және де машиналардың терезелерінде қолданатын щеткаларды басқару принциптері негізінде прототипін жасап шығаратын боламыз. Бүгін біз сіздермен қызықты эксперимент жасап үйренетін боламыз. Ол эксперименттің аты айна тазалағыш деп аталады. Қарапайым өмірде машиналарда айна тазалағыштар жиі кездеседі. Жиі емес, міндетті түрде жаңбыр жауғанда жаңбырдың тамшыларынан терезеден жолды көру үшін біз айна тазалағыштарды қолданамыз. Машиналарда, кез келген машинада айна тазалағыш болады. Сол айна тазалағышты қандай принципқа негізделген туралы бүгін біз толықтай әңгімелейтін боламыз. Бүгінгі біздің ең басты құралымыз ол бізде Raindrops модуль. Raindrop деп отырғанымыз бұл ағылшын тілінен аударғанда жаңбыр тамшыларын анықтайтын модуль. Осы модульге қасына тағы бір модуль, бұл біздегі модуль, яғни жаңбыр тамшысы модулінің екі аяғы бар. Осы екі аяқты мен бірге жалғап, біз Arduino нано микроконтроллерін немесе кез келген 10 мега микроконтроллеріне жалғау үшін бізге осындай тағы бір модуль қажет болады. Осы екі модульді қолдану арқылы біз жаңбыр тамшысын анықтаймыз. Яғни кез келген машинада немесе көлік құралында жаңбыр тамшысын анықтайтын осындай датчик қолданылады. Және де бізге бүгін ауадай қажет болатын, ол бізде стеклоочиститель, ол бізде айнаның тазалағыш ретінде, яғни бізге қажет болады сервомотор. Яғни сервомотордың әр терезені тамшы түскен кезде осы тамшыны сүртіп отыруы керек. Яғни осы сүртіп отыру үшін бізге қажет болады әрине қандай дүние, ол бізде сервомотордың таяқшалары. Осы екі таяқша немесе бір таяқшалы сервомотордың өзінің таяқшалары бар. Біз бүгінгі екі бағыттағы таяқшасын қолданамыз. Және де бүгін бізге қажет болатын, өте қажет болатын, ол бізде breadboard, яғни біздегі макеттік платамыздың тақтасы қажет болады. Осы тақта арқылы біз бүгін өте көп жұмыс жасаймыз. Және де бізге басты логикалық басқаруды жұмыс атқару үшін бізде Arduino нано микроконтроллермен және де USB кабель қолданамыз. Және де осы эксперименттің негізгі жұмыстарын атқаратын ол бізде жалғағыш сымдар. Жалғағыш сымдардан бөлек бізге осындай қорапша керек болады. Яғни қорапша дегенде кез келген AirPods немесе наушникке салатын осындай қорапшалар бар болатын болса, сіздер қолдана аласыздар. Және де бүгінгі бізге қажет болатыны изоленттер немесе скотчтар қажет болады, яғни жабыстыру үшін. Олай болса, бүгінгі экспериментті бастаймыз. Бізде қорапша бар. Осы қорапшаға біз әуел баста ең бірінші нені орнатамыз? Бірінші біз жаңбыр, яғни Raindrops модуль, жаңбыр тамшысын анықтайтын датчикті орнатуымыз қажет болады. Ол үшін біз осы жаңбыр датчигіне кез келген изоленттерді қиып немесе скотчтарды қиып, осы үстіне жабыстыратын боламыз. Яғни шетіне ғана жабыстырамыз. Яғни біздің жаңбыр тамшысын тазарту үшін қажет болады. Қазір айнаны тазартқыштардан тазартқыш проектісін жасайтын боламыз. Бүгін орнатып аламыз. Әуелі бізде осы бізге қажет болатын жаңбыр датчигін орнатып болғаннан кейін біз қазір изоленттермен жан-жағын скотчтап немесе байлап ала аласыздар. Қазір біз толықтай өшірсек, толықтай жабыстырып болғаннан кейін біз өз істерімізді атқаратын боламыз.
уақытта өз істерімізді атқаратын боламыз. Біз толықтай жаңбыр датчигін орнаттық. Енді бізге қажет болатыны ол бізде сервомотор, яғни осы астыңғы жағына, яғни Raindrops модуліміздің астыңғы жағына біз енді нені орнатамыз? Әрине біз сервомоторымызды орнатамыз, яғни тазалатқышты орнату үшін. Ол үшін бізге қажет болады тағы бір екі жағынан сервомоторды қозғалып кетпес үшін біз осылай жұмыс жасаймыз. Яғни астынан байлайтын боламыз. Яғни біз сервомоторымызды істеп болдық. Енді бізге қажет болатыны, бізге Raindrops модульді орнатып болғаннан кейін, енді бізге келесі модулі арқылы Arduino Nano микроконтроллеріне жалғауымыз керек болады. Ол үшін бізге екі жалғағыш сым қажет болады. Екі жалғағыш сымды аламыз да, біріншісіне, және де екіншісіне жалғайтын боламыз. Яғни плюс минусқа жалғайтын боламыз. Мына үстіңгі жағында сіздердің сол жақтарыңызда плюс, оң жақтарыңызда минус орнатылған. Осыған әкеліп қоңыр түсті, серый түсті біз плюске, ал көк түсті біз минусқа жалғайтын боламыз. Сәтті шықты, яғни біз жалғадық. Енді бізге қажет болатыны Arduino Nano микроконтроллерін, енді Arduino Nano микроконтроллерінде біз көріп отырғанымыздай диджитал бөліктері бар, және де аналог бөліктері бар, және де қуат көзден жерге тұйықталу керек дүниелер бар. Осы дүниелерді алу үшін біз қазір мен 5 вольттық шамымды, 5 вольттық пинімді алып келемін. Яғни макеттік платамның плюс жағына, үстіңгі немесе минус жағына алып келетін боламын. Осы жерден енді 5 вольтты жалғайтын боламын. 5 вольтты. Содан кейін мен тағы да мына жақтан вольтты жалғайын. Және де жерге ground бөлігін макеттік платамызға орнатайық, тақтаға орнатайық. Яғни ground пен 5 вольтты алып келіп, яғни 5 вольты менде көк түспен, ground'ы менде жерге тұйықталатын бөлігім менде сары түспен. 5 вольтты мен плюске жалғаймын, көріп отырғанымыздай. Ал сарыны біз минусқа жалғаймын, яғни ол ground болып табылады. Жалғады ground бөлікті, яғни осы ground'ты жалғадым. Енді маған келесі мына жаққа да ортасына да қажет болады. Сондықтан да ортасына да мына жаққа да бірге жету үшін бізге қажет болады. Осындай минусты минусқа, минусқа келуім керек, плюсті плюске келуім қажет. Плюсқа келуім қажет. Ендігі бізде осы жерден біз бірден алып келейік. Осы жерден біз ground'ға жалғайтын бөлікті. Осы жерден біз бірінші қарайық. Бізде Raindrops'тың модуліне келесіне жалғайтын кезде бұл жерде 4 шықпа аяғы тұр. 4 аяғы, яғни бізде бірінші digital бөлікке, аналог бөлікке, digital бөлікке және ground және де VCC. Ол деп отырғанымыз 5 вольтқа жалғанатын деген.
5 вольтқа жалғаймыз, және де бізге қажет болатыны, яғни осы 5 вольтты плюске жалғаймыз. Плюске жалғаймыз. Және де біз минусқа жалғайтын боламыз. Граундты минусқа жалғауымыз керек болады. Граундты минусқа жалғаймыз. Және де біз қысқа нені алып көрейік. Қысқа бір аяғын алып көрейік. Ол қысқа аяқтың біреуін біз мына жақтан алып жасап көрсетсек бола ма екен. Қысқа бір аяқты. Жарайды, мына жалғағышымның өзін граундты қайтадан сол неге минусқа апарып жалғайық. Минусқа апарып жалғадық. Және де осы қозғалмас үшін біз бұны изолентпен немесе скотчпен байлап қойсаңыздар болады. Және де бізде көріп отырғанымыздай, бізде серво мотордың 3 аяғы бар, 3 пині бар, яғни көріп отырғанымыздай. Қоңыр түсті, ол бізде ground, одан кейін қызыл түсті VCC, ол 5 вольтқа жалғану керек, сары, ол digital немесе аналогтық бөлікке жалғасаңыздар болады. Қазір енді мен сіздерге осы нені алып келіп, граундты жалғайтын боламыз. Граундқа бердім. Одан кейін мен қызылды алып келіп, қайда жіберемін? Плюсқа апарып қоямын. Одан кейін біз тағы да осы жерден көріп отырғанымыз сарыдан, сары бөлікті біз енді digital бөлікке апарып жалғаймыз. Және де бізде екі жалғағышымызды осы біріншін аналогтық бөлікке, екіншін digital бөлікке жалғаймыз. Digital бөлікке жалғанатын сымымыз және де аналогтық бөлікке жалғанатын сымымыз. Қарайық енді. Осы біздегі raindrop'ымызды әуелі баста біз digital бөлікке жалғаймыз дегенбіз. Digital бөліктің 12-ші пиніне жалғайық. Ал біздегі серводан келгенімізді 11-ші digital бөлікке пинға жалғайық. Және дегі біздегі raindrops'тың аналогтық бөлігін біз енді қайда жалғайық? Аналогтық бөлікке жалғайық. A0-ші пинға апарып жалғаймыз. Ол бізде басын санағанда 4-ші болып тұр екен. Және дәл осылай қылып жалғадық. Енді бізге қажет болатыны, ол бізде енді осы USB кабеліміз арқылы біздегі ендігі қажет болатыны USB кабелімізді Arduino Nano микроконтроллеріне тығуымыз қажет болады. Ол үшін енді біз осы USB кабелімізді ноутбугімізге жалғауымыз қажет. Көріп отырғанымыздай біз схеманы толықтай құрып шықтық. Енді бізге USB кабелімізді ноутбукке жалғау қажет болады. Ноутбукке жалғаймын, мен скетчімді жазып болдық. Осы енді біз енді USB кабеліме жалғап скетчті қосатын боламын. Бүгінгі проекттің скетчін Arduino IDE платформасына жазатын боламыз. Арнайы raindrop деген файлды ашып алдым сіздерге, және де raindropқа осы бүгінгі проекттің скетчін Arduino IDE платформасында бірге жазатын боламыз. Әуел баста бізге керек болатыны библиотекамызды қосу керек болады. Ол үшін подключить библиотеку деген батырманы басып, servo деген библиотеканы алатын боламыз. Сервоны басқаннан кейін servo.h ол бізде серво моторды қосуға арналған. Және де servo деп жазып, яғни servo, осы жерден біз myservo деген объект құрамыз.
Осы объектіміз арқылы біз MyServoның басқа функцияларын қосатын боламыз. Және де бізге MyServoны қосу арқылы сервомызды градус бойынша бұратын боламыз. Және де жаңбыр датчигіне жалғанған аналог бөлігіне жалғанған A0 пинді және де digital бөлігіне жалғанған 12 пинді біз айнымалы ретінде жазатын боламыз. Аналогтық бөлікке жалғанғанды аналог пин айнымалысы және оның типі integer және де оның мәні A0-ге тең. Ал digital 12 пинға жалғанғанда digital pin 12 айнымалы деп жазамыз және де оның типі integer деп жазамыз. Мәні 12-ге тең. Және де сервомыздың үшінші аяғы бізде digital 11 пинға жалғанған және оның айнымалының аты servo pin деп атаймыз және де оны мәні 11-ге тең. Integer типті болып табылады. Және де қосымша айнымалы ретінде бізге integer post тең 0 және бұл айнымалыны біз loop функциясында қолданатын боламыз. Setup функциясында бізге аналог пин, digital пин және servo пиндерді айнымалыларымызды конфигурациялаймыз. Яғни бірінші конфигурацияланған кезде жаңбыр датчигінен шыққан екі аяғын аналог пин мен digital пин ол бізде input болады. Өйткені жаңбыр тамшысының тамғанын немесе таммағанын біз осы аналог пин мен digital пиннен көре аламыз. Яғни ол бізде кіріс айнымалысы ретінде бізде input болып табылады. Аналог пинді біздегі input мәнін алады. Output емес. Егер ол жарық диоды немесе сервомыз болатын болса, онда output болады. Яғни бізге көре аламыз оны. Яғни бізде серво пиніміз бізде output болады. Неге output? Өйткені біз оның айналғанын, яғни таяқшаларының градус бойынша айналғанын біз көруіміз керек. Яғни бізге шығыс мәнді беруі керек. Және де serial begin 9600 портқа қосамыз және де біздегі монитор портқа мәндерді көрсету үшін бұл керек болады. Және де біздің сервомызды MyServo деп жазып және attach яғни конфигурациялаймыз. Бұл конфигурациялаған кезде servo пинді конфигурациялаймыз. Яғни servo пинімізді қосатын боламыз. Осы жерден. Setup функциясында аяқтадық конфигурациялардың барлығын, порттардың қосатынын қостық, серво моторымызды да қостық. Және де ендігі кезекте бізде loop функциясында. Loop функциясында бізге қажет болатыны ол бізде мәндерді алу керек болады. Бірінші мәніміз ол бізде A-state деген мәнді алайық. A-state ол бізде аналог пиннан шығатын. Яғни аналог бөліктен шыққан мәнімізді A-state, digital бөліктен шыққанымызды D-state деп алайық. Аналог read деп аламыз, өйткені ол жерден біз кіріс мәнді оқуымыз қажет болады аналогпен және де монитор портымызға serial print деп аналог мәнімізді шығарайық. A0 мән керек болады. A0 мәннен алған данныйды біз монитор портқа шығаруымыз қажет болады. Serial print ln деп A-state деп жазамыз, яғни аналог бөліктен келген данныйды біз монитор портқа шығаратын боламыз. A-state деп жазады. Және де біздегі digital бөлікке ол A-state болса, енді digital бөлігіміз ол бізде D-state. A дегенді аналог бөлікте A, digital бөлікте D. D-state ол бізде тоже digital аналог read дедік па? Бұл жерде де енді digital бөлікке жалғанғандықтан digital read. Digital пинді алып келейік. Және де тең қойып digital read болу керек. Пинді өшіреміз. Read болу керек. Және де оның ішіне біз қай айнымалдан аламыз? Digital pin деген айнымалдан аламыз. Digital pin деген айнымалдан алып, дәл солай аналогтық бөлікке алған данныйды енді digital бөліктен алған данныймен бірге монитор портқа шығаратын боламыз. Serial print D0 деп аламыз. Және де осы digital бөліктен алған данныйды біз енді D-state деп serial print ln деп беретін боламыз. D-state. Және де біз енді шарт қоюымыз керек болады. Ол шарт бойынша біздегі D-state'іміз тең болу керек 0-ге және де else болған кезде ол 1-ге тең болады. Осы жерден енді else дегенді бірден беріп кетейік. Яғни біздегі D-state'ке мәніміз ол бізде digital read'дан, яғни ол D-state'іміз 0 немесе 1 деген мәнді ғана оқиды. Аналог бөлік сияқты емес. Аналог бөлікте кез келген 0-ден 1023-ге дейінгі мәндерді оқиды, шығарады. Ал digital'дағы ол бізде тек 0 мен 1-ді ғана шығарады. Егер 0 болатын болса, біздегі
яғни сезімталдығы жаңбыр тамшысының болғанын сезе аламыз. Яғни біз for функциясы арқылы бағанағы біз айтқан post деген айнымалыны алып келеміз, және де for функциясына бірінші 0-ден басталсын және 180 градусқа дейін және 180 градусқа тең болсын, және де әр 0-ден бастаған сайын бірге қосылып отырсын деген шартты қойып, біз myServo объектімізді және де оның right функциясын аламыз. Right функциясында бізде post деген, яғни post ол қанша градусқа айналатынын білдіреді. Яғни 0 градустан 180 градусқа айналады. Және де 15 секунд үзіліс жасап, қайтадан ол 0-ден 180 градусқа айналғаннан кейін біз енді қайтадан оны керісінше айналдыруымыз керек. Ол кезде керісінше функциясында постымызды 180-нен бастаймыз да 0-ге дейінгі деп аламыз. Ол кезде енді 180-нен бастағаннан кейін 0-ге дейін ол кезде бірден азайтып отырамыз. Минус тең 1. Және де myServo деп қайтадан біз right функциясына post деп 180-нен 0 градусқа дейінгі айналымды шығарамыз. Градусқа айналуы керек. Және де үзіліс ретінде біз delay 15 миллисекундты алдық. Көріп отырғанымызда 180-нен 0 градусқа дейін, бастапқысы 0-ден 180 градусқа дейін. 0-ден 180 градусқа айналып болғаннан кейін кері қайтадан айналу керек. Else керісінше, яғни жаңбыр тамшысы болмаған кезде ешқандай градусқа айналмау керек, ол тек 0 градусқа айналып қана тұруы қажет. 0 градусқа ғана айналып тұруы қажет. Көріп отырғанымыздай. Біз скетчті толықтай жазып шықтық. Яғни жаңбыр датчигіне келген жаңбыр тамшысы түскен кезде ол сервомоторымыз айналу керек. Және де инструменттің ішінен платамызды таңдайық. Arduino Nano платасын таңдаймыз. Біз нано микроконтроллеріне жалғадық. Және де біз процессорымыз наноны таңдадық. Жаңа дәл айтқанымыздай процессорымыз Atmega 328 output loader және де портымыз COM7 деп таңдаймыз. Және де осы жазғанымызды енді біз компиляцияға береміз. Компиляция орындалып жатыр. Және де компиляциядан кейін біз осыны Arduino Nano микроконтроллеріне жүктеуіміз қажет болады. Жүктеу үшін келесі батырманы басамыз. Көріп отырғанымыз, жүктеліп жатыр. Толықтай жүктеліп болуы қажет. Жүктеліп болғаннан кейін қалай эксперименттің нәтижесін көретін боламыз. Скетчті біз Arduino IDE платформасына жазған скетчімізді Arduino Nano микроконтроллеріне жүктедік. Толықтай жүктедік, download жасадық. Енді бізге экспериментті жүргізу қажет болады. Ол үшін менде осындай стаканыма немесе бокалыма осындай суға толы су керек болады. Яғни тамшы тануым үшін, яғни осы тамшыны тану үшін. Енді мен осыны аламын да, осы судың ішінде су бар. Көріп отыр, дыбысы естіліп жатыр. Енді мен осыны эксперимент ретінде қарапайым қолымды аламын да, осының үстіне тамшы ретінде тамғызамын. Енді экспериментті жүргізу нәтижесінде, егер менде тамшы таматын болса, онда менің сервом айналу керек. Яғни сервом менің жұмыс жүргізуі қажет, яғни айна тазалағыш ретінде. Нақты эксперимент ретінде жұмыс жүргізе алмаймыз, өйткені біз толықтай сезімталдығын жоя алмаймыз. Өйткені көріп отырғанымызда рейндроптың 4 бұрышында сезімтал. Яғни біздегі сервомоторымыз кішкентай болғандықтан барлығын жуып шыға алмайды. Біз жуатын нәрсе таппа. Егер сіздер өздеріңіз қиялдарыңыздан немесе идеяларыңыздан осының үстіне тряпка немесе майлық қойғыларыңыз келсе болады. Кішкентай ғана майлықты үстіне қойып жасасаңыздар болады. Біз бүгінгі экспериментте еш нәрсе қоймаймыз, только сервомоторымыз біздегі айналып, айна тазалағыш ретінде қызмет етуі қажет. Идеалды тұрғыда. Реалды тұрғыда сіздер оның үстіне тряпка немесе майлы қойсаңыздар болады. Немесе сүртетін кез келген салфетканы қойсаңыздар болады. Яғни мен тамшы ретінде осының үстінен мен саусақтарыма судың тамшыларын алып келемін. Судың тамшыларын алып келіп, тамғызамын. Көріп отырғанымыздай, тамшы жүргізіліп жатырған кезде, яғни тамшының тамғанын сезді. Сол кезде сервомоторымызға
бұйрық барды, яғни айнаны тазала деген. Эксперименттің нәтижесін көру үшін монитор портты ашып қарайық. Монитор портта бізде көріп отырғанымыздай бір беріп жатыр, яғни диджитал бөлікте 1, ал аналық бөлікте 1023-ті беріп жатыр. Яғни бұл деп отырғанымыз датчигімізде жаңбыр тамшысын анықтайтын датчигіміз, яғни ешқандай тамшыны анықтаған жоқ, жаңбыр жаумағанын білдіріп жатыр 1 деген кезде. Ал егер біз сол жаңбыр датчигімізге тигізетін болсақ, мысалы 0 басталды, яғни тамшы тиді. Тиген кезде аналық бөліктегі мәндеріміз де өзгеріп жатыр. Төмендеп жатыр, 1023-тен төмендеп сады. Яғни бізде 0 болған кезде сервомоторымыз да тоже айналып жатыр. 0 болған кезде монитор порттағы көрген мәндерімізді біз анықтай аламыз, және де ол кезде 0 болған кезде біз жаңбыр жауып жатырған, және де жаңбыр жапқан кезде біз машинамыздың терезесін сүрту керегін бұйрық ретінде беріп жатырмыз. Оны логикалық түрде және де эксперименттік негізде сіздер көре аласыздар, және де сервомоторымыздың 0 градустан 180 градусқа және де 180-ден 0 градусқа кері айналатынын көре аласыздар. Дәл осындай скетчті жазу арқылы монитор порттың нәтижесін көрдік. Көріп отырғанымыздай біздегі сервомоторымыз айналып жатыр. Тағы да бір тамшыларды беретін болса, мысалы оның үстін тазартса, мысалы судың бәрін алып тастаса, ол тоқтауы керек. Судың бәрін алып тастайық. Тоқтады. Енді қайтадан 1-2 тамшы алып, қайтадан жасап көрейік эксперимент. Айналды. Көріп отырғанымыздай. Экспериментіміз жұмыс жүргізіп жатыр. Яғни жаңбыр тамшысын сезген кезде бірден сервомоторымыз айнаны тазалағыш ретінде жұмыс атқаруда. Көріп отырғанымыздай. Бүгінгі эксперименттің негізгі мақсаты да осы еді. Бүгінгі экспериментіміз толықтай орындалды. Сіздер де осы экспериментті жасап үйлеріңізге көрулеріңізге болады. Және де сервомотордың үстіне салфетка немесе тағы да басқа сұйық заттарды сүртетін майлықтарды қолдансаңыздар болады. Бүгінгі эксперимент осымен аяқталды.